сабақта саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Сабина, мен саған ұзақ өмір тілеймін. Оксана, рахмет. Оксана, күнің жарық болсын. Рахмет, Лиза. Сізге бақыт тілеймін. Лиза, мен саған зеңдік тілеймін. Рахмет. Айгүл, мен саған денсаулық тілеймін. Рахмет. Сабина, мен саған тазалық тілеймін. Рахмет. Мен саған бақытты болуш тілеймін. Рахмет. Костя, мен саған Жақсы. Рахмет. Лиза, мен саған рахмет. Мен саған қалыпты тілеймін. Рахмет, Лиза. Софа, мен саған бақыт тілеймін. Рахмет. Сізге ақша тілеймін. Рахмет. Асюна Бабаевна, мен саған бүгінгі сабағымыз, мен сізге бүгінгі сабағымыз сәтті жылын тілеймін. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі сабағымызға бәрімізге сәттілік тілеймін. Енді балалар, бүгін біз екі топта жұмыс жасайтын боламыз. Екі топқа бөліну үшін бір-екі саны арқылы бөлінейік. Бірінші. Жақсы. Бірінші сандар бірінші қатарға, екінші сандар екінші қатарға жайғасамыз, иә? Жақсы. Бүгін сыныпта кім кезекші? Кезекші бар ма сыныпта? Сабина? Сабина бүгін аптаның қай күні? Жақсы. Жылдың қай мезгілі? Күз мезгілі, жақсы. Ауа райы қандай күн? Үйге қандай тапсырма берілді? Үй жұмысына үшінші тапсырма берді. Жақсы. 59-шы бет, үшінші тапсырма. Үй жұмысында не істеу керек болды? Сұрақтарға жауап беру керек болды. 59-шы бет, 59-шы бет, үшінші тапсырма. Бірінші, біздің өткен тақырыбымыз, алдыңғы тақырыбымыз экологиялық апат болды. Соған байланысты бізде сұрақтарға жауап беру. Бірінші, экологиялық мәселелер неліктен ғаламдық сипат алды? Әйгерім? Экологиялық мәселелер бір елдің деңгейін шығып бүкіл адамзатқа әсер ететіндіктен ғаламдық сипат алады. Жақсы. Келесі, қоршаған ортаның ластануы қандай экологиялық апаттарға әкелді? Ластану озон тобығының жұқаруына, мұздардың еруіне, күшті жаңбырға әкеледі. Жақсы. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. Қышқылды жаңбыр қандай жағдайда пайда болады? Замира? Күкірт пен азоттың қосылуы атмосфераға шыққанда қышқылды жаңбыр пайда болады. Жақсы. Келесі, оның жер анаға тигізер әсері қандай? Осындай жаңбырдан соң жер ана қышқылданып бөлінеді, ал ол шаруашылық дақылдарының өнімділігіне кері әсер етеді. Жақсы. Және соңғы сұрақ, экологиялық тәрбие не үшін керек? Тимур? Адамдарға табиғатты қорғаудың маңызды түсіндіру, экологиялық сана қалыптастыру және табиғатқа ұқыпты қарауды үйрету үшін керек. Жақсы. Жақсы, дұрыс. Келесі, балалар, бүгін біздің өтетін жаңа тақырыбымыз. Жаңа тақырыбымызды ашу үшін мен сіздерге бірнеше сұрақтар қою арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Жақсы ма? Бірінші, Арал теңізі қай елдерде орналасқан? Қазақстанның Өзбекстанда орналасқан.
су айдыны. Ол тұйық көл. Қандай? Тұйық көл. Ол тұйық көл дейсің бе? Жақсы. Бұрын Арал теңізі үлкен деді. София? Иә, өте үлкен болған. Үлкен болған, жақсы. Қазір теңіз қандай болып қалды? Қазіргі жағдай қандай? Қазір су азайып, кішірейіп кеткен. Қазір су азайып, кішірейіп кеткен, иә? Арал теңізіне қай өзенде құяды? Өзендері суын егістікке көп пайдаланғандықтан. Табиғатқа қандай зиян келтірді? Қандай зиян келтірді? Так. Зияны қандай болды? Алина. Дауысын шығарыңыз. Тақын жауап береді, Алина дұрыс. Теңіз тартылғанда не пайда болды? Түзді үшін алтын пайдаланды. Жақсы. Балалар, осы сұрақтарды ескере отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Арал теңізінің жай-күйі. Арал теңізінің жай-күйі. Бүгінгі тақырыбымыз Арал теңізінің жай-күйі. Бүгінгі сабақтың мақсаты шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындайды. Пікірталас полилог түрлерінде сенімді және еркін сөйлейді, сан есімді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолданады. Келесі, бүгін қалай бағалаймыз, иә? Бағалау түрі, бағалау парағы, өз-өзімізді бағалаймыз. Өткен тақырыпты еске түсірдім, жаңа тақырыпты меңгердім, тапсырма орындадым, бекіту тапсырмасын орындадым. Бұл сабақ соңында осы бағалау парағы арқылы бағалаймыз, иә? Келесі, жаңа тақырыпты ашу мақсатында мен сіздерге видео көрсетемін. Бұл жерде Арал теңізіне байланысты Алып көлдің аумағы 70.000 шаршы километр, ал тереңдігі 60 метрден асады. Балықтың 30-дан астам түрі бар. Жылына 60.000 тоннадан артық балық ауланады. Кеме қатынасы, қаракөзек қаптаған кемешайлар жақсы дамыған. Ал жағалауы алуан түрлі өсімдікке бай. Бұрын осындай болған деп қазір Арал теңізі туралы айту қиын. Ол өткен ғасырдың ортасына дейін сондай болды. Қазіргі Аралдың көрінісі мынандай. Бір кездері Арал көлемі жағынан әлемде 4-ші көл саналған еді. Ондағы бүкіл су оған келіп құятын Амудария мен Сырдария өзендерін қамтамасыз етті. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары күріш және мақта егістіктерін суару үшін арналар салу жұмысы басталды. Ал 60-шы жылдары құрылыс үдей түсті. Өзендердегі сулар қайта бастады. Сөйтіп Арал теңізі көз алдымызда таяздана берді. Жаңбыр мен қар, жер асты көздерінің сулары әрине оны қоректеп берді, бірақ ол жеткіліксіз болды. Арал теңізі шөлден зардап шекті. 80-ші жылдардың аяғында су деңгейінің төмендегені соншалық, ол екіге бөлінді. Солтүстік кіші Арал және оңтүстік үлкен Арал. Теңіздің тұздылығы 10 есе артты. Ол балықтың азаюына, тіпті мүлде жойылып кетуіне әкелді. Ал арналарға қайтқан егістік суарылған сулар ауыл шаруашылығы өнімдерін шіркейлерге қарсы өңдеген пестицидтер мен химикаттарға толы болды. Шаңды
бірнеше километрге таратты. Сол себепті жануарлар мен құстар бұл жерден қашып, өсімдіктер жойылды, бұл далаға айнала бастады. 90-шы жылдары бұрынғы жасылмен көмкерілген теңіз жағалауларында енді тұзды топыраққа бейімделген өсімдіктердің сирек шоқтары ғана бой көрсетті. Арал маңында климат өзгерді. Жазы ыстық, қысы суық, жауын жаумайтын болды. Аралдағы кеме қатынасы тоқтады. Өйткені жергілікті негізгі кемежайларда Арал қаласы мен Өзбектің мойнағында су тартылды. 1960 жылдан бастап Арал теңізіндегі су деңгейі 13 метрге төмендеді, ал оның сулы қабаты 3 есе қысқарды. Сол кездегі өзеннің көрінісі картада осындай болса, ал қазір мынандай. Ал мына анимация соңғы 10 жылдағы Арал теңізінің жағдайын айқын көрсетеді. Ғалымдардың көпшілігі бүкіл Арал теңізін қайта қалпына келтіру мүмкін емес деп есептейді. Алайда бір бөлігін болса да құтқаруға болады. Ол үшін Амудария мен Сырдарияның жылдық су ағынын қазіргімен салыстырғанда 4 есе арттыру қажет болар еді. Бұған тек егістіктерді суаруды қысқарту арқылы ғана қол жеткізуге болады. Өйткені қазір бұл қажеттілікке өзендердің 90% су кетіп отыр. Егістіктерде ылғалды жақсы көретін күріш пен мақтаның орнына мысалы күзгі бидай егуге болады. Арал маңындағы елдердің Қазақстаннан басқа бірде-біреуі бұған дайын емес. Мұнымен қатар шетке шығару үшін мақтаны көп өсіретін Өзбекстан мен Түркменстан ауыл шаруашылықтық егістік көлемін арттыруды көздеп отыр. Демек, Аралды қоректендіріп отырған өзендердің суын алу артады деген сөз. Қазақстанда Арал теңізін құтқару бойынша бағдарламалар іске тартылған. Көкарал түбегінен Сырдарияның сағасына дейін ұзындығы 17 километр Көкарал бөгеті салынды. Ол кіші аралды қалған бөлігінен үлкен аралдан оқшаулады. Бұл жойылып бара жатқан өзеннің ең болмағанда солтүстік жағындағы ахуалды жақсартуға ықпал етті. Нәтижелері жоғары болды. Бір жылға жуық мерзімде кіші аралдағы судың деңгейі бірнеше метрге көтерілді, ал сулы қабат көлемі 20% артты. Болжамдар бойынша теңіз қайтадан аралдағы бұрынғы кемежайға қол жеткізе алады. Бұрын ол 100 километр қашықта болса, қазір 30 километр. Тұздылығы төмендеп, балықтар қайтадан пайда болды. Су сапасының қалай өзгергендігін, көлдегі тек теңіз камбаласы ғана емес, сазанның, ақмарқаның, көксеркенің, табанның, жайының да өздерін жақсы сезінулерінен байқауға болады. Сырдария атырауында тағы бір құрылыс салынды. Ол судың құрғақ жерлерге кетпеуіне және буланбауына әсер етті. Соның нәтижесінде көлдер суға тола бастады. Олардың саны көбейді. 10 жыл ішінде олардың саны 130-дан 200-ден астам бөлшекке жетті. Аралды құтқару үшін жоспарланып отырған іс-шаралардың бәрі бұлар ғана емес. Арал теңізі өзінің тарихында талай рет жойылып, қайта қалпына келді. Оны тақырланған түптерінен табылған опырылымдардан көруге болады. 600 жыл бұрын мұнда елді мекен болған. Сосын теңіз сулары қайта келіп, құрылыстарды басып қалды. Бұған табиғи факторлар ықпал етті. Қазір Арал өзін-өзі құтқаратын күйде емес. Бұл осы апаттың себепкері болған адамзат үшін айрықша маңызды міндет болып отыр. Жақсы. Бұл біздің бүгінгі сабақтың сабақ түсіндіру мақсатында, иә? Мәтінді тыңдадық, иә? Мәтінде толық Арал теңізінің жай-күйі, оның не себептен судың тартылуы, иә, салдары және шешімдері туралы айтылған. Енді осы жаңа видеоны көре отырып, бұл жерде қандай сөз табы көп қолданылды? Сан есім, иә? Көбінесе жылы, көлемі, иә? Қай жылда қандай апаттар болғаны туралы айтылып тұр. Жақсы. Және біздің бүгінгі өтетін грамматикалық тақырыбымыз ол бізде Мы не выбираем, где наш труд, но сыграть между можно выбрать остальное.
бүгінгі және грамматикалық тақырыбымыз сан есім. Сан есім дегеніміз не? Еске түсірейікші, сан есімді біз өттік, иә? Сан есім дегеніміз не? Кім айтады? Заттың санын білдіретін сөз табы, иә? Және оның сұрақтары қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Және сан есімнің бірнеше түрі бар. Қысқаша қарап шығайық, иә? Сан есім мағынасына қарай неше түрге бөлінеді екен, иә? 6 түрге. Есептік сан есім, беттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, болжалдық және бөлшектік сан есім болып бөлінеді екен балалар. Енді келесі тапсырма сіздерге. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Мен сіздерге қазір Арал теңізі туралы мәтін таратамын. Бұл мәтінде енді жазба жұмысын орындаймыз. Бірінші мәтінді оқып танысамыз, одан кейін мәтінне сан есімдерді теріп жазамыз. Одан кейін мәтіннен негізгі сөз тіркестерді жазып, олардың мағынасын ашып айтамыз. Бірінші дәптерлерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазайық. Қарашаның 5-і, сәрсенбі, сынып жұмысы. Бүгінгі тақырыбымыз Арал теңізінің жай-күйі. Мәтіннің бірінші танысып шығайық, оқып. Мәтінді оқып берем, сіздер өздеріңіз танысасыз алдарыңыздағы. Арал теңізі кезінде дүние жүзіндегі 4-ші үлкен көл болған. Оның ауданы 68.000 шаршы шақырымға жеткен. 20-шы ғасырдың екінші жартысында теңізге құятын Амудария мен Сырдария өзендерінің суы егін шаруашылығына, мақта өсіруге және өнеркәсіп қажеттілігіне шектен тыс пайдаланылды. Соның салдарынан теңізге жететін су күрт азайды. 1980 жылдардан бастап аралдың деңгейі жыл сайын төмендеп, көлемі бірнеше есе кеміді. Теңіз табаны құрғап, тұз бен құм араласқан дауылдары мыңдаған шақырымға тарай бастады. Бұл құбылыс тек Қазақстан мен Өзбекстанға емес, бүкіл орталық Азия аймағына экологиялық қауіп төндірді. Арал маңындағы халықтың денсаулығы нашарлады. Ауыл шаруашылығы өнімдері азайды. Ауа мен топырақтың сапасы төмендеді. Соңғы жылдары мемлекет пен халықаралық ұйымдарының қолдауымен теңізді қалпына келтіру бағытында көптеген жұмыстар жүргізілуде. Кіші Арал жобасы жүзеге асырылып, Көкарал бөгеті салынды.
нәтижесінде теңіздің солтүстік бөлігі біршама қалпына келе бастады. Дегенмен аралдың толық қайта қалпына келу үшін ұзақ уақыт пен үлкен күш-жігер қажет. Бұл тек табиғатты қорғау емес, адамзаттың болашағына да қамқорлығы. Болдық па? Жас болдық па сан есімдерді? Қандай сан есімдер бар екен мәтінде? Қай сөйлемде көрсетілген? Кім айтады? Қандай сөйлемдер еді? Сан есім. 68 мың шаршы шақырым. Жақсы. Тағы да 20 ғасырдың. Тағы 20 ғасырдың екінші жартысы, я? Бұл да сан есім тағы. Бұл жерде бірнеше сан есім бар. Екінші топ. Қандай? 1980 Жақсы. 1980 жылдардан тағы айтпаған бір сан есім қалды. Қандай? Söyle basına. Қандай сан есім бар? Ел басында сөйлемдағы төртінші үлкен көл болған. 4 деген, я? Сан есім. Жақсы. Келесі тапсырма. Сөз тіркестерін жазамыз. Мәтіннен бірнеше сөз тіркес. Одан кейін сол сөз тіркестің мағынасына жайке. Так, тағы білмеймін, сөзін сұраймыз. Болдық па? Кімге? Жақсы айтады. Бірінші сөз тіркес экологиялық апат. Экологиялық апат. Мағынасы қандай экологиялық апат? Табиғаттың билігіне оған ауыр жағдай. Тағы да қалай? Табиғаттың біліміне оған ауыр жағдай білдіреді. Табиғаттың бірлігіне. Жақсы. Келесі Ақсаны. Тұзшан дауылы. Тұзшан дауылы. Жақсы. Туған табынан көтерілетін тұзшан аралас жыл. Жақсы. Келесі София. Кеше арал теңіздің солтүстік бөлігінен Қырғызстан аумағында орналасқан. Қазақстан аумағында орналасқан. Сіздерде қандай сөз тіркестеріңіз? Көкаралық негізі теңіздегі және су деңгейінің тұрақтануы мақсатында салынған өзен. Тағы бар ма сөз тіркесі?
мәтіннен иә көп сөз тіркесін алуға болады. Және олардың мағынасын ашу керек болды, иә? Жақсы. Бұл жерде дескрипторы бар. Арал теңізі туралы мәліметті береді. Келесі топтық жұмыс. Төрт сөйлем әдісі. Төрт сөйлем әдісі арқылы Арал теңізі туралы жазамыз. Бірінші пікір, екінші дәлел, үшінші мысал, төртінші қорытынды жасаймыз. Әр топ тақырыпқа байланысты бір пікір жазамыз, иә? Дәлел, мысал, қорытынды. Түсінікті ма тапсырма? Жақсы көреміз. Бір пікір, бір дәлел, бір мысал, және қорытынды. Тез жазамыз, жауап береміз. Қандай пікір айта аламыз бірінші? Жақсы. Арал теңізі соңғы 10 жылдықтарда артылып кетті. Яғни су азайды дейміз, иә? Дәлел. Қалай дәлел дейміз? Азай сударының егістікке шамадан тыс пайдаланылуы тыныс деген елдің көп төмендеуіне ықылды. Тыс пайдаланғаннан, иә? Көп мөлшерде тыс пайдаланғаннан. Жақсы. Мысал. Қандай мысал келтіре аламыз? Оксана. Бұрынғы су айдынының орнында тұзды шөл пайда болып, аймақтың климаты өзгерді. Климаты өзгерді, иә? Қорытынды қалай жасаймыз? Табиғатты қорғау мен су ресурстарының уақытты пайдалану жаңа арал апатының қайталануына жол Арал апатының қайталануына жол бермеу дейміз, иә? Жақсы. Бұл жерде дескрипторы да бар. Арал теңізі жайлы 4 сөйлем жазу арқылы өз ойларын жазады. Келесі. Экологиялық талдау. Бұл жерде де мен сіздерге топтық жұмыс берем. Бірінші топ сіздердің тақырыптарыңыз Арал теңізінің құру себептерін жазасыңдар. Және екінші топ мәселені шешу жолдары. Арал теңізі неліктен тартылды, иә? Соның себептері,
Бірінші топ, екінші топ сол мәселені шешу керек. Қалай салдарыңыз жаза аласың ба? Бәрін істейді. Сосын түсіндіріп айтасыңдар ма?
Болдық па? Тез істейміз, тез. Бірнеше фактор. Иә? Бірнеше дайынсыз ба? Автория мен сырғая суарын шыныдан біз суарын мақсатында пайдалану. Табиғатты қорғау адамдар табиғатқа мен білмей суды дұрыс пайдаланбау. Суды дұрыс пайдаланбау, иә, үнемдемеу, иә, және Амурдария мен Сырдария өзендерінен көп су алынады. жақсы, тағы. Қақтастырғыштар мен пестицидтерді қолдану. Замира. Сондықтан жер тұзданып, өсімдіктер мен жануарлар жоғала бастады. Дұрыс. Сондықтан өсімдіктер бәрі не істей бастады? Балықтар, бұлар бәрі азая бастады. Тағы бар ма? Тағы не қосасыздар? Болды ма? Жақсы. Келесі. Шешу жолдары. Қалай шешеміз? Суды тиімді пайдалану. Су қоймалары мен арналар салу. Су қоймалары мен арналарын салу. Өзен суларын қайта Халықаралық ынтымақтастық. Жақсы. Келесі тақтаға назар аударайықшы. Бұл жерде екі мақал макет берілген. Бірінші табиғат ел байлығы, екінші судың да сұрауы бар. Табиғат ел байлығы деген қалай түсінеміз? Мағынасын ашып көрейікші. Табиғат ел байлығы. Бірінші жазамыз ба? Рахмет деді. Тез. Рахмет. Екінші судың да сұрауы бар. Осы мақал матердің мағынасын ашайықшы. Не туралы? Неге біз солай айтады екенбіз? Судың сұрауы бар, табиғат ел байлығы. Кім айтады? Тез. Табиғат ел байлығы. Неге солай айтамыз біз? Неліктен? Табиғат халықтың ең үлкен қазынасы. Үлкен қазынасы, иә? Арман, сюжет, ауа, ары, елдің өмір сүруіне қажетті байлық. Жақсы, тағы кім айтады акцентіміз? Оларды сақтап қорғауға азаматтың міндеті. Егер табиғат өлмесе, ел де зардап шегеді. Жақсы. Егер біз табиғатымызды қорғамасақ, онда ол неге әкелуі мүмкін? Үлкен апатқа әкелуі мүмкін. Келесі судың да сұрауы бар. Қалай түсінеміз? Неге біз айтамыз? Қазақтың бір жақсы мақал мәтелде судың да сұрауы бар. Бұл мақал суды ысырап етпеуге шақырады. Ысырап етпеуге шақырады. Тағы. Суды не істеу керек? Суды үнемдеу керек. Суды ысырап қылмау керек, иә? Жақсы. Бұл жерде енді бізде грамматикалық тақырыбымыз сан есім ғой. Сан есімге байланысты бір-екі сөйлем құрайықшы. Сан есімге.
кез келген сан есімді алып сөйле. Камера, сан есім байланысты қандай сөйлеп сөйледі? Ауызша айтайық, иә? Сан есімдерді білеміз, сөйлеміз, ол білеміз. Мектепте 900 оқушы. Окей. Біздің мектепте 900. 900 оқушы оқиды. Жақсы. Сан есім қайсы бұл жерде? Сан есім қайсы, София? Ой, София. Сан есім қайсы? А 900. 900, иә, жақсы. Арал теңізі сақтау үшін 2005 жылы Көкарал бөгетінің салынды. 2005 жылы. 2005 жылы, жақсы. Арал теңізі екіге бөлінді. Екіге, жақсы тағы ма? Панесте. Келесі? Біздің сыныпта 20 оқушы оқиды. Жақсы, біздің сыныпта 20 оқушы оқиды. Тағы? Никита? Бүгін мен үшін кітап сатып алдым, жақсы. Тағы? Тез, ауызша айта саламыз. Мысалы, бүгін не ішісі? Бүгін не ішісі? Қарашаның несі, иә? Бұл да бізде не? Сан есім. Жақсы балалар, бүгін сабағымызды қорытындылайық, иә? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қандай болды? Арал теңізі жайы. Не түсіндік біз? Арал теңізі туралы не түсіндік? Не түсіндік Арал теңізі туралы? Арал теңізінің нелері? Салдары, иә? Құруы, азаюы және оны шешу жолдары. Және сан есімді тағы бекітіп кетейік. Сан есім дегеніміз не? Сан есім заттың санын білдіретін сөздер. Жақсы, заттың санын білдіретін сөз табақ. Келесі балалар, енді сабағымызды кері байланыс арқылы бағалайық, иә? Сабақта мен белсенді немесе пассивті жұмыс жасадым. Әрқайсысы өз-өздерін бағалау деді, иә? Менің көңіл күйім көтерілді, көтерілмеді. Сабақта өзімнің жұмысыма қанағаттандым, қанағаттанбадым. Мен үшін сабақ материалы түсінікті, пайдалы, қызықты, түсініксіз, пайдасыз, қызықсыз. Жақсы. Және үй жұмысы Арал теңізі туралы мәлімет жазу. Жақсы балалар.